жалпы біз бала мынау Жамбыл облысы мынау Мойынқұм ауданы деген ауыл бар. Мен мына Ұланбел деген ауылдамын. Шоғыра көлі Саққоз деді бізде. Мына 80 мың қой болды бізде. Сонда біз мынау 6 ай арқаға көшеміз. Мына біздің жайлауымыз, анау Сарыарқа қазір мынау Жезқазған облысының сол анау несіне барамыз, төңірегіне барамыз, сөйдіп отырамыз. Сол арқаға жетісімен мына май айы ғой енді. Май айында барамыз да құлынды байлаймыз. Сол енді біздің үйіміздің менің әке-шешем өте бірінші байлауға тырысатын тұғын. Жылқыны тез әкеліп байлап, сол қымыз мұрындықты кім бірінші береді? Сол адам мысалы ауылдағы аны беделдеу болатын тұғын шені. Өтеміс аға сақа жылқышы. Бала жасынан үйір жылқы бағып, бие байлаған. Жыл сайын қымыз мұрындық беріп, ата-баба дәстүрін ұрпақ жадында жаңғыртып келе жатқан қазақ салтының қамқоршысы. Сонымен қымыз мұрындық деген не? Бұл қандай дәстүр? Бұрынғылар жылдың қай мезгілінде қымыз мұрындық берген? Игі дәстүрдің қандай шарты, қандай талабы бар? Қымызға жалғанған мұрындық деген атау қандай мағына береді? Ал енді мынау мұрындық деген сөзге келсек, жалпы мынау түйе мал деген өте ұлық мал ғой, бұл қасиетті мал. Түйе мынау мұрындықпен жүреді ғой. Ол өйткені алып мал ғой. Оны ноқталап жүру мүмкін емес, оны үйретемейді. Соны үшін оның мұрнын кеседі. Тобылғыдан мұрындық істейді, оған тығырық жасайды. Мұрнынан ана өтіп кетпеу керек ол ары қарай. Сөйтіп ана тығырыққа тірелгесін мұрындық шықпайды ары қарай. Мұрындыққа мысалы ана бір жүз кешіп байлайды, оған желбейді дейді. Соңын бүйдан соғын байлайды оған. Жалпы енді мынау мұрындық деген сөзді осыдан шығады. Салт дәстүріміздің қамқоршысы белгілі этнограф Бабағұмар Қинаятұлы көптен бері осы саланы зерттеп жүр. Соның ішінде жылқыға қатысты әдет ғұрыпқа жүйрік. Қымыз мұрындықтың мәні жылқы түлігіне қатысты болғандықтан, этнограф бұл дәстүрді көшпенділердің жылқыны қолға үйреткен кезеңімен, сонау ерте ғасырлармен сабақтастырады. Қымыз мұрындық бұл өзі есте жоқ ескі замандардан бері қалыптасып, бірақ өзінің мәнін жоғалтпағанымен мазмұнын, сипатын түрленіске ұшыраған. Жаздың басқа айында тойланатын бүкіл халықтық үлкен мейрам салтанатты шара. Қымыз мұрындықтың бие мұрындық деп атайды. Ал қазақтардың тұратын өңірлерде, әсіресе Қазақстанның тек қазақы ауылдар тұратын өңірлерде бұл сақталған. Сонымен бірге қазақтар тұратын шетелдерде, Моңғолияда, әсіресе сосын Қытайда бұл қымыз мұрындық мейрамы өзінің бір жұқанасын, реликті дейміз ғой, сорабын ғана сақтаған. Бұлар бие байлау, бие бау тойы, бие байлар деген құсаған әйтеу биемен ұсталып қолында желге байланатын той ретінде бұл сақталған. Кіндігі ұлы далаға байланған 4 түлік малды тіршілік нәрі қылған көшпенділер үшін 6 ай жаз мереке думан. Қыстан қысылып шыққан малшы қауымға жаздың әр күні қымбат. Бұрындары қыр халқының қымыз тойы хан жарлығымен бекітіліп тойланатын болған. Қымыз мұрындық жайлау сәніне айналған сондай дүбірлі салтанатты тойдың бірі. Бұл мереке түркі текті басқа ұлыстар мен Моңғолда да болған. Атауы әр түрлі өзгерістерге ұшырағанымен мән маңызы сақталып қалды. Ұлы қағанның дейді, Шыңғыс қағанның жарлығымен жылдың басын күзгі күн мен түннің теңелу уақытына қарай ауыстырған. Өйткені ол кезде мал қоңданып, ақ әбден пісіп, аңғыс өсіп толысып, қысқы дайындыққа кірісуге үлкен мүмкіндік туады. Сол кезде жылдың басын тойлап еді. Ал онан бұрынғы замандарда, көне түркілер заманында жылдың басы жаз маусымына сай келген. Соның бір сорабы қазір көршілес Сібір Саян халықтарында,
Сонымен бірге алыстағы түркілерден ертеде ажырап қалған сақаларда сақталған. Олардағы жаздың күннің шығандау кезіндегі тойланатын ысияқ дейді. Осы мейрам тура осы біздің сөз еткеліп отырған қымызмұрындық мейраммен мағыналық, мазмұндық жағынан өте қабысатын жаңағы бір шара. Тарихи деректерде қымызмұрындық туралы нақты мәлімет болмағанымен, қыр қазағының көш салтанаты туралы құнды жазба көп. Соның бірі Сарыарқаны жайлаған ел туралы. Арқа қашаннан барша қазақ баласының жаз жайлауда бас қосатын киелі қонысы болған. Оңтүстіктегі Сыр, Қаратау, Сарысу бойындағы қазақтар көшіп барып жайлады. Оған түстігіндегі Торғай, Қостанай қазақтар қосылды. Сөйтіп, сән салтанаты бөлек Сарыарқа төрінде бие байлап кезек-кезек қымызмұрындық береді. Бір ғана Қазалы уезінен 2800 отбасы солай қарай көшетін деп жаңағы патшалық нелерде, деректерде жазады. 1842 жылғы жазбасында генерал Генс жазады. Бұл дейді, қазақтардың қаншама ауылдар барлығы көшіп, осы өңірге кеп тоқайласады. Бұл өздерінің тіршілік қамына өте оңтайлы. Сондықтан қазақтардың отыршылыққа көшуге, оларды көндіруге, олардың көшуін шектеуге әсте болмайды. Бұның өзінің мәні бар дегенде ол дәлелдейді. Өйткені жаңағы табиғи ортаны игеру, шөптің жаңағы жайылымдық өсімдіктердің көктеуі, гүлдеуі, қуаруы сол нелерді максимал түрде пайдалануға негізделген. Асылы қымызмұрындық ала жаздай тойланатын мереке. Бір жағынан алысты жақындататын, ел мен елді туыстыратын дәстүр. Қымызмұрындық берген ауылда той өтеді. Көкпар тарту, қыз қуу сияқты ұлттық ойындар ұйымдастырылады. Теңге іліп, жамбатудан жарысады. Балуан күрестіріп, ат үстінде аударыспақ жасайды. Бұл мереке қыр баласы үшін ұмытылмас думанға, салтанатқа толы болған. Қымызмұрындықты ауыл-ауыл болып кезек-кезек өткізеді. Сондай ұлан асыр тойлар өтеміс ағаның әлесінде. Үлкен ол күні той болады енді. Сон бір аптадан кейін жаңағы қымызы көбейеді, соң оны ауылды шақырады. Мысалы, келесі ауылда көрші ауылдар бәрі келеді, қымызмұрындық береді, ол күні сол жерде ол үлкен той болады, былай айтқанда. Көкпар болады, қыз қуу болады. Соңында мысалы бұл ауыл әлі байлаған жоқ қой. Оларға мысалы оларды биесін байлап сүтін әкеледі да, мынау жаңағы қымызмұрындық беріп жатқан үйге сүтін құяды, оны ашқы дейді. Бірақ қор деп айтпайды ғой, бұл ол үйдің қор ғой. Соны бір ыдысқа әкеледі да, ыдысқа бір ақ шүберек байлап әкеледі, ырымын жасап. Теңгесі болса, теңгесін бір ырымын жасап байлайды да, мысалы 10 литр кеп құятын болса, бір шелек. Келесі күні оны ашқа жет темірек береді, жарымын құйып береді. Оған болады ғой ашты бағанға. Дала жұртына қымыз тойының бір қызығы бие байлау. Алдымен бие байлайтын орын таңдалады. Көк майса, жасыл шалғынға желі тартылады. Бие баудың қазығын сол ауылдың қариясы қағып, желі түбіне ақ құяды. Ақ мол болсын деген ырыммен. Одан кейін айғырдың жалына, биенің сауырына май немесе ақ жағу рәсімі орындалады. Мұның бәрі бұл жұмас ереже сияқты атқарылып келген. Ең қасиетті нәрсе жаңағы бие баудың арқаны керіледі. Бие баудың жаңағы бірнеше жерінен арқанды кергенде екі басынан кереді. Екі арқанды ортасынан бір кіндік қазық дейді, ортасынан бір тағы қазық қағады да, сонымен өте қатты тұрып желінің арқанын қағады. Ол тек қана біреу ғана емес, бірнешеу
құлан түзге жайылсын деген батада бар ғой жылқыға қатысты. Биенің қазығын қағу бірінші шара, арқаның керу екіншісі, үшінші жаңағы ерген құлындарды оны шуасау, жүген құрық тимеген соларды ұстап алып келіп барлығын құлақтап, құрықтап, жаңағы мойнына басына ноқта кигізіп, ол өте асау болады, өйткені туа бітті ешқандай не көрмеген. Оларды биенің бас қазығына әкеп бірінші байлайды. Бұл жерлерде қайтеді дегенде сол жылы ерген марқа құлындар бар ғой. Алдымен соны байлайды. Оның байлардың алдында қазықтың биенің желбаудың қазығына май жағады. Екінші, жаңағы сол жылы ерген сол үйірдегі марқа құлынның біреуінің маңдайына май жағады. Биебаудың басында бата беріледі. Батаны ауыл ақсақалы, көнегөз қария береді. Бата сөзі әр түрлі болып келеді. Ең бастысы, жылқы түлігінің көбейіп, ақ мол болуын тілейді. Мысалы, ұзарта көр желісін, кеңейте көр өрісін, жазық жауынды болсын, биең сауынды болсын. Жылқың көкке кенелсін, құлының сүтке бөгілсін. Сұрағанға бекер бер, сусағанға жеке бер. Сабаң толы сүт болсын, қабағым деп шіренген байға да, тамағым деп тіленген жарлыға да меймілдеп қымызың жетсін. Биебауға тілеген тілегіңді қабыл етсін. Сосын айғыр енді бұл түліктің атасы неге өте үйір жануар, ол есті жануар. Оның жаңағы айғырының сауырына және жалына сол ауылдағы бұл жерде әртүрлі айтылады. Кейбір нелерде жаңағы деректерде ер адам дейді, кей жерлерде әйел адам дейді. Ал меніңше бұл жерлерде сол ауылдың ең сыйлы мал мен дәні қатар өскен үлкен ақсақалы, немесе сол үйдің, сол жылқының иесі, бай ауқатты дәулетті адам. Қазіргі ғұммен фермер айғырдың жалына және сауырына май жағады. Сонда арнайы бата береді. Арнайы батада жаңа айтылады, сауырың құт болсын, үйірің мол болсын, жаңағы деп бата тілектерін айтады. Сосын жұрттар сол Биебаудың жақын жерде үлкен дастархан жайып, сол жерде жаңағы Биебау шайы деп аталатын жаңағы ритуалдық бір трапеза дейміз ғой, ас. Ортақ жаңағы ас қабылдау рәсімі өтеді. Онда жаңағы тойға келгенде жаңағы сән-салтанатпен киініп келеді. Жігіттер жаңағы өзінің ептілігін, қашағанын қуады, арқанын, құрығын тастап жаңағы өзінің нелерін, өнерін көрсетеді. Анадан туғаннан соң адам болып уақиған бастан кешкен жатыр толы. Қымыз тойында көбі бәйге, кесе бәйге, мешкей жарыс өтеді. Көбі бәйге кезінде қымызғорлар ұлттық сусынның дәмін татып бағалаған. Қымыз жұмсақ, жұғымды болса, жылқы биік таудың сары жусанына оттаған деп түсінеді. Сусын ащы, ашулы болса, оны көкжайсанға, жасық шөпке жайылған деп біледі. Қымыз ашыған күні қымыз ішу рәсімі орындалады. Ауыл немесе әр әулет бұл рәсімді өзінше атап өткен. Ғұрыптық сусынды жасы үлкен кісілер бастап ішеді. Бұл қымыз қабылдау рәсімі деп аталады. Үлкендерден кейін үйдің иесі, бала шаға уыз қымызды мейірі қанғанша ішеді. Қымызға келгенде, кез келген күні таңертең бие қолын ұсталғаннан кейін, сол саба тұрған үйге келеді, сосын сол үйде қымыз ішу басталады. Ол кезде қалай? Қазіргі сырахана тәрізді. Үйдің иесі отырады, үйдің иесінің қасында ең үлкен ақсақал бар, қонақ. Ауылдың жас үлкені ме, жол үлкені ме адам отырады. Ол үй иесіне екеуде қымыз құйылған кесесін ұстайды да, жаңағы бұйырыңыз дейді. Үйдің иесі жаңа қонақ айтады, бұйырыңыз деп екеу кеселерін, қымыз аяқтарын түйістіреді.
түйістіреді. Бұйырыңыз дейді екеуі де, сосын кейін олар екеуі бастап қымызды іше бастайды. Ал басқалары да бұйырыңыз деп олар да ешкіммен соғыстырмайды, бірақ өздері олар да қымыз ішуді бастайды. Қымыз қабылдаудың осындай бір несі бар, бір тамаша. Қымыз қабылдау рәсімінен кейін қымыз мұрындық тойына арнап ұлттық сусынның бірнеше түрі дайындалған. Мәселен, уыз қымыз, бал қымыз, құнан, дөнен, бесті қымыз дайындатады. Тіпті қатты ашытылған қысырақ қымыз, түнеме қымызда ұмыт қалдырмайды. Қымыз ашыту шеберлікті талап етеді. Қымыздың бабын табу оңай шаруа емес. Ашуы, пісуі келіскен сусын әрі дәмді, әрі жұғымды келеді. Ол үшін бие байлаған үйдің қыз келіншектері күбіні таза ұстап, ыстап, майлап отырған. Жалпы қымыз ашытудың өзі бұл үлкен өнер ғой. Үлкен өнер. Мысалы, қымыздың өзі, мысалы, 20-50 ашса, бұл 20 түрлі болады. Қымыз ашыту деген бұл үлкен жұмыс. Бұны мысалы күбіні не қылады ғой балам? Күбі болады. Мысалы біздің үйлерде күбі бар, 60-70 жыл болған осы. Менен де үлкен жасымдан. Мен 70-де болсам, 90 жыл болған күбілер бар біздің үйде. Сол әбден майланады, оны жаңа тобылғымен майлайды ғой балам. Оғымда жылқының майымен құйрық екеуін араластырады да, күбіні майлайды. Алдымен күбіні ыстық сумен жуып алады. Содан кейін барып оны кепкесін барып майлайды, майлағасын барып, от жаға тобылғыны. Соны ұстайды ғой. Қастерлі жөн жоралғы күзге дейін жалғасады. Қара күзде ел жайлаудан көшерде жылқылы ауыл сірге жияр деген ғұрыптық салттатып өткен. Бұл қымыз мұрындықтың соңғы рәсімі. Жаз жайлауда қауышып, арқа-жарқа болған елдің бір-бірімен қоштасуы. Бұл күніде қымыз ішіліп, жұрт тойлайды. Содан кейін желдегі құлын ағытылады. Бие бау жиналады. Ұлттық сусынның күбедегі қорын үлкен меске қойып, жұртқа көміп кетеді. Күзге қарай жаңағы биені ағытатын кезде жасалады бұл шараны. Сірге жияр дейді. Неге сірге жияды? Оның несі сірге ма? Ал енді бірнеше түрлі пікір айтуға болады бұл жерде. Жаңағы төлінен бе үшін ететін малдың төлінің танауына жақпайтын сірге екен, соның рәсімде соған айтады дейді. Жоқ, қымыздың қалған қорын сірі, көн, сабаға сақтап қояды екен, соған байланысты айтады дейді. Ал енді мен айтар едім, мына сақаларда, жаңа мен айтып өткен ақияқ шарасында жаңағы жылқы тілгінің байланысты өтеді. Сол кезде адамның мамағаш тәрізді үлкен бір ағаштан жасалған қада орнатылады. Соны серге дейді, серге. Бұл қазақ ғалымы жаңағы кімнің Серік Әжіғалидың және Марат Сембей ағайдың зерттеулерінде бұл серге дегеніміз біздердің бейт басына орнататын құлпытас ағашы, соның параллелі, аналогы болуы мүмкін дейді. Серге жияр деген сол жаңағы мама ағаш үшін. Енді бәрі өтті, бітті, бұл шара, бұл жаз өтті, бітті. Енді серге ғана қалды орында. Жаңағы құлпытас тәрізді, бір белгі ағаш тәрізді. Соған арналған рәсім деп бұны айтуға болады, осындай гипотеза жасауға болады, болжам жасауға болады. Қазақ үшін жылқы қандай қасиетті күлік болса, қымыз да сондай қастерлі. Қымыз мұрындық жүздеген, мыңдаған жылдардың жемісі. Жылқы жалында сақталған салт пен ғұрып, ұлттық сусынын ұлықтаған ел мен халықтың асыл қазынасы болып қала береді.